жақсы көңіл күймен бастау үшін бәріміз қазір сіздерге менің арнаған клипім бар. Сол клипті қазір өздеріңіз оқып, бүгінгі сабағымызды өте жақсы етіп бастайық. Ендеше кел, Ақжарқын бастайық. Менің жүрегімнен шыққан стилеттерді басып оқимыз. Шаттық, отырауы, кет қазір. Жеңіс, инаят кет. Қайрат. Жетістік. Айбол келе берді. Талап, қалсыншай. Ақыл, өте жақсы. Нұрила кел. Сабыр. Ақылдық. Раян кел. Кел соңында кім? Қиос кел. Класс. Өте жақсы балалар. Осындай жақсы сөздермен балалар бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Жақсы балалар, жарайсыздар. Ендеше балалар, маған қараймыз. Өткенді пысықтау мақсатында қазір қорытынды әдісі бойынша біз сұрақтарға жауап береміз. Ол үшін балалар мына жерде тұрған қорытындының көріп тұрсыз ба? Қорытындының шашақтарында сұрақтар бар екен. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы біз өткенді пысықтаймыз. Енді балалар, мен сіздердің қолдарыңызға мынандай бағалау парағын бердім. Яғни бүгін балалар біз өз-өзімізді бағалайтын боламыз. Мен сіздерге тақтаға әр тапсырмаға 5 суретті шығарып қойдым. Яғни ұпай санын да қай тапсырмаға неше ұпай алатынымызды мен сіздерге айтып тұрам. Сіздер дұрыс орындасаңыздар, сол ұпайды иеленесіздер. Жарай ма балалар? Ма? Жақсы, жарайсыздар. Ендеше бірінші тапсырмамыз, яғни біздің өткенді пысықтау, яғни өткен тақырыптарға шолу жасаймыз. Жақсы. Түсінікті ғой тапсырма? Шашақты басып сұраққа жауап береміз. Ал жақсы кеттік, Ернар береміз. Бір шашақты басып. Қара етістік дегеніміз Дара етістік дегеніміз не дейді? Қара етістік дегеніміз бір етістік, бір сөзден етістік тұратын етістік, дара етістік дейміз. Кім қорытып айтып жүреді қайта? Я қайсы айтып жүрші? Тұрып айта қалды. Дара етістік бір сөзден тұрады. Бір сөзден тұрады етістік, дара етістік. Жақсы, отырамыз. Енді бір ұпай иеленесің. Жақсы, инаят. Сұраққа жауап берсек, бір ұпай иеленесің. Дара етістік дегеніміз жоқ, сен екінші сұрақ етістіктің сұрақтарын атқарды. ал істеді, не қылды, қайтты. Дұрыс па? Өте жақсы. Қимылымыз әрекетін білдіретін сөз табын етістік деп атаймыз. Өте жақсы. Қайтты деген сұрақтар бар. Өте. Ал Асия келе ол. Сіз кетеміз Асия. Не дейсіз өтейін? Төртінші шашаққа жауап беру алайық. Негізгі етістік. Бес мысал келтірдік. Етістік, негізгі етістік. Байбол? Жоқ. Дамири? Жүгірді. Оқыды. Апай, оқы. Осындай негізгі етістікке келесі. Дамири
So'ndan ayrılıyor. Aha. Негізгі. Мысалы? Жақсы. Келесі айып. Туынды етістік дегеніміз не дейсіз? Түбір сөзге жаңа шығарған етістіктер Түбір сөзге жұрна жалғану арқылы жасалған етістікті Келсеңіз ба? Осылайша біз өткенді сызықтап жасаған. Ендеше біз балаларға қараймыз. Біз бүгінде осы негізгі және туынды етістікке жаттығулар жасайтын боламыз. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды етістік. Сабағымыздың мақсаты балалар. Сабағымыздың мақсатын қарайық барайық. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырамыз және жауап береміз. Екінші, негізгі туынды етістіктерді анықтаймыз. Түсінікті ме балалар? Бүгінгі мақсатымыз сабақта болатын жақсы. Осы мақсатқа біз жетуіміз керек. Жақсы балалар. Ендеше дәптерімізді ашып, күннің жазыңызды. Балалар, кішкене маған қарашы. Осы біз аптада қандай дәйек сөз? Бастап қолдандық. Жаңашылдыққа ұмтылған ел ғана дамиды. Өте жақсы болады. Яғни біз әр уақытта жаңашылдыққа ұмтылып, білім алып, оқып жүрсек, біздің болашағымыз қандай болады балалар? Жарқын болады, солай ма? Жарқын болады. Білімге біз ұмтылуымыз керек. Ендеше күннің жарқын жазып, әдемі етіп, дәйексіздік жазылайық. Сіздерге көрінбей жатыр ма? Адамның бәрі түбір етістіктер, яғни бұл сөздер түбір күйінде қимылды зат есім. Оған ла жұрнағы жалғанған. Негізгі етістігіміз түбірден болған жатырсынды негізгі етістігіміз. Түбір айтын. Түбірден болған етістікті негізгі етістіктер. Түбір сөзден болған етістікті, зат есім емес етістікті, негізгі етістік дейміз. Ал туынды етістік дегеніміз нере? Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған етістікті туынды етістік деп атаймыз. Жақсы жарайсың. Балалар, біз қандай бөліммен таныстық? Даусын шаш? Атақты тұлғалар. Өз айтасың. Атақты тұлғалар. Ол кім? Ғалым. Ғалым, саяхатшы, соны. Келесі. Қазақ әліппесін ашқан Ахмет Байтұрсынұлы екен. Өте жақсы жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Келесі балалар. Ал ерлан. Абылайхан. Кім бұл нескен адам? Үш жүздің басында. Үш жүздің басында қазақ хандығын құрған, қазақ хандығын құрғандардың бірі, солай ма? Жақсы жарайсыңдар. Ал келесі. Марасыны танымайсыздар?
Енді ақшаға назар аударайық. Міне, Мәкстің танисыз ба? Қажымұқан. Бұл кісі кім? Жақсы, енді осы Қажымұқан Мұхаммед туралы өте жақсы тақтаға қарап назар аударайық. Қажымұқан Мұңайтпасов әлемге танымал болған тұңғыш қазақ палуаны. Ол өзінің спорттық жолын Петербургте бастады. Қажымұқан Франция, Германия, Бельгия, Түркия, Америка сияқты ірі мемлекеттерде өткен белдесулерде жеңіске жетті. Ол барлығы 26 мемлекетте болды. Осы сындарда Қажымұқан 48 алтын, күміс және қола медальдарға ие болған. 1927 жылы оған қазақ даласының батыры атағы берілді. Жақсы балалар, енді оқулығымызды ашайық. Оқулығымызда осы Қажымұқан Мұңайтпасов туралы мәтін берілген екені. Ал қайсылар дауысын шығарып өте жақсы. Дауысымызды шығарып. Қажымұқан Мұңайтпасов әлемге танымал болған тұңғыш қазақ палуаны. Ол өзінің спорттық жолын Петербургте бастады. Қажымұқан Франция, Германия, Бельгия, Түркия, Америка сияқты ірі мемлекеттерде өткен белдесулерде жеңіске жетті. Бұл барлығы 26 мемлекетте болды. Осы сындарға Қажымұқан 48 алтын, күміс және қола медальдарға ие болған. 1927 жылы оған қазақ даласының батыры атағы берілді. Жақсы, жарайсыз қыздар. Ендеше, бұл мына суретте көріп тұрған кісі бұл кім екен сонымен? Мұңайтпасов. Яғни біздің атақты тұлғалардың қатарында бүгін Қажымұқан Мұңайтпасовты да қосамыз. Себебі бұл қазақтан шыққан балалар тұңғыш палуан екен. Ол өзінің жаңа күрестің жолын, еңбек жолын қайдан бастапты? Петербург қаласынан бастаған екен. Ал әлемнің неше мемлекетін аралады? 26 мемлекетін аралаған екен. Неше медальға ие болды? 8. Өте жақсы, жарайсыздар. Ендеше, осы қазір Қажымұқан туралы біз топтық жұмыс жасайтын боламыз. Енді қалай қарайық балалар? 20 жасында, яғни топтық жұмыс ретінде істейміз. Бірінші топ, сіздер ассоциация жасаймыз, яғни Қажымұқан ата туралы біз не білеміз, соны жазамыз. Түсінікті ме? Яғни сіздерге қазір тапсырма. Көріп шығамыз, иә? Қажымұқан туралы өзімізді білетін ақпаратымызды жазамыз. Сіздер түсінікті отырыңдар, мен айтып түсініп қойып, содан кейін бастайсыздар. Келесі, екінші топ, сіздер бабы кестесін білеміз ғой, иә? Білемін. Қажымұқан туралы біз не білеміз? Одан кейін бүгінгі сабақта не білдік? Және болашақта не білгіміз келеді? Осыны не істейміз? Толтырамыз. Үшінші топ, сіздер гексагональді, яғни бұламайыз, жайғалы, бастамайыздар. Бірге бастайыздар. Сіздерге гексагональді, мына жерде сұрақтарға бүгінгі мәтін бойынша істейміз, жауап береміз. Ойланамыз қарайыз, мәтін бойынша өтіріз. Сіздер осы мәтіннен берілген негізгі және туынды дәлелдерді табасыз. Мәтінді оқып қараңыздар. Қажымұқан Мұңайтпасов ұлы отан соғысында халыққа қаражат жинап ұшақ сатып алып берген патриоттық тұлға. Өте жақсы. 26 мемлекетке барған. 26 мемлекетке барған екен, өте жақсы. Қазақ палуаны. Қазақ палуаны екен, жарайды. 48 медаль бар. 48 медаль бар екен, жақсы. Тағы да қандай ақпарат білмей
Қажымұқан мұнайбас қазаққа танымал болған. Қазақтан шыққан тұңғыш. Жақсы, өте жақсы. 1, 2, 3. Атақты тұлғасы, иә? Жақсы. Кетті, соңғы топ. Өте жақсы. Кет тақтаға шығамыз берейін. Айна шығамыз. Білемін деп сауыстан шығайын. Білемін, Қажымұқан мұнайбас қазақ балуаны. Оны 48 алтын медальдарға ие болды. Білдім, 1927 жылы оған қазақ даласының батыры атағы берілді. Білдім келеді, әлемге танымал болған сыры неде екенін білмейді. Өте жақсы. Қажымұқанның тағы да қандай сыры бар екен? Танымалдықтың сыры әлде ашылмай жатырған сияқты, сіздер үшін, соны білгілеріңіз келеді. Өте жақсы, жарайсыздар. Мадақтаймыз. 1, 2, 3. Жарайсыздар. Кеттік. Ена бұл. Жас. Осы жерден істелік алып кеттік. Баста. Қажымұқан мұнайбас балуан. Қазақ даласының батыры атағы қашан берілген? 1920. Жақсы, ернар келесін алып жалғастырсын, иә? Қай мемлекеттерде өткен Белдесулердің жеңімпазы болды. Ақыл шешілді. Франция, Германия, Бельгия, Түркия. өте жақсы. Келесі жарасын оқысын, иә? Қажымұқан қанша медальға ие болды? Қанша медалға ие болды, иә? 48 күміс медальға. 48 алтын, күміс, қола медаль. Жақсы. Нұрсая, жақында. Ол? Спорттық жолын қайда бастады? Петербургте. Келесі? Оның әлемге танымал болуының сыры неден? Мықтылығында, иә? Жарайсыңдар, өте жақсы. Мына 4-ші топқа берілген тапсырма мәтіннің ішіне негізгі және туынды етістіктерді табу, ажырату қойма. Жақсы. Ал бірінші негізгі етістіктерді Ақтөбе оқиды. Бізге қарап оқыш Ақтөбе. Жақсы, болды. Дұрыс па? Болды, негізгі етістік па? Дұрыс па? Жақсы, келесі. Жетті. Түмірі? Жет. Етістіктен бұл қойма, негізгі етістік. Жақсы, келесі. Берілді. Жақсы. Болған. Жақсы. Ал туынды етістік қайсы кен? Орaya айдын бастады. Түбірі қайсы? Түбірі бар. Қай сөз табы? Затесін сұрап қойшы. Осыған қандай жұрнақ салған тұр? Та деген жұрнақ салған арқылы баста етістік болып кетті. Бізде қандай етістік жасалды? Туынды етістік жасалды. Жарайсыңдар. 1, 2, 3. Бізде 21-ші жаттығуды біз қимақ аяқтарды орындаймыз. Яғни қазір жұп болып отыр қой, балалар. Осы жұпқа мен сіздерге тапсырма беремін. Сіздер мына жерге жұптың атын қараңыз. Жұптың атын жазыңыздар. Сіздерге мына жақта бір сөз берілген. Сол сөзді сіздер оқып, одан қандай етістік жасаймыз балалар? Туынды етістік жасаймыз. Сосын біз бірге дайынбыз. Жұпымызбен бірге орындаймыз. Жұппен орындаймыз. Жұппен орындаймыз.
Жақсы, болдық па балалар? Ал, бастаймыз. Кім бірінші жауап берсін? Ал, ұйуаспен ерін ал. Бірінші, негізгі етістікті оқы. Көмек деген сөз беріп сізге, иә? Негізгі етістік көмек. Сізге көмек деген сөз беріп сойма. Енді осыдан туынды етістік істейміз. Қандай сөз шықты? Көмектес, өте жақсы. Ал, сөйлемдері? Маған көмектес, кішкене одан да әдемірек сөйлеу керекші. Иә? Өзің қалай сөйлеймін? Мен әжеме көмектестім. Жақсы, мен әжеме көмектестім. Сіздерде екі ұпай сойма. Жақсы, Нұразыл. Сөзді оқимыз. Бірінші қандай сөз берді? Арқан ба? Арман деген сөз берді. Етістік айналдырғанда? Армандады. Етістік армандады. Немесе арманда. Сойма. Ал енді қандай сөйлем құрады? Раян армандады. Кішкене балалар сөз қосыңызшы. Раян армандады. Қасына бір тағы да сөз қылып, күрделі сөйлемді құраңызшы. Жақсы. Екі ұпай бар ма? Иә. Тұзда Сізге берген сөз? Тұз. Туынды етістік? Тұзда. Тұзда. Сөйлем? Айжан, сен тамақты тұздады. Айжан, сен тамақты тұздады. Сойма? Жақсы. Өте жақсы. Екі ұпай. Я Айжан. Зат есім шеге, етістік шегеле, сөйлем дәмел есігімді оқи қош. Ағам шегеледі. Шегеледі, өте жақсы. Ал, Ақкөбек, екеуіңіз қосып жасаймыз, иә? Зат есім туынды етістік? биледі. Беле. Туынды етістік беле. Сойма, беле, жақсы. Сөйлем? Үйреніп үй келеді. Өте жақсы. Екі ұпай бар ма? Әлі ойлаймыз. Сөз сурет. Негізгі етістік суреттеді. Туынды етістік салатыңыз. Туынды етістік суреттеді. Сурет деген зат есімнен біз туынды етістік суретте деп салдық. Сойма? Ал енді сөйлем? Жанды суретін суретте. Табиғатты не істеді? Суреттеді болмайды, ол табиғатты суреттеді. Қайсар? Дос деген сөзге туынды етістік істейміз. Достас, өте жақсы. Сөйлем? Бекзада Мансұрмен достастым. Достасты, өте жақсы. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Жақсы, жарайды, иә? Жарайсыңдар, енді бәрімізде екі
Al aytımızı dafterimize açalım. Al aytımızı dafterimize açalım. Şirketimiz bu. Жасы зирек ал оқиға. Гүлде тазалап ойлап суықтар. Дұрыс жазады ма зирек? Гүлде тазалап ойлап суықтар. Бәрінен де қандай туынды етістік жасап сойма. Енді гүлге қараш, зирек гүлге қараш. Гүлге сұрақ қойшы. Мына жаққа қарап. Иә? Сұрақ қой гүлге. Не записінде оған жырнақ жалғанды. Қандай записін салды? Иә, туынды етістік жасалды. Өзіне жақсы жарайсың. Туынды етістік жасалды. Мына неге деген жырнақ жалғанды. Туынды етістік. Кеттік. Келесі айдың келе ғой. Деген сөздің түбірі таза. Сосын қай сөз табы ол сұрақ қойшы? Таза. Қандай? Қандай деген сұрақ қойып. Сіңесі өте жақсы. Ла деген жырнақ. Жақсы бала, жарайсыңдар. Бәріңізде бір ұпай иеленіңіз. Өзіміз балаларына қараймыз. Бүгінде енді бала, сіздер ребусты шештіңіздер бәріңізді. Бір ұпай аласыздар. Шешуіндегі сөз қандай етіс екен дәлелдесе, тағы да бір ұпай аламыз. Ал енді осы дәлелдеу бәріміздің қолымызға келеді екен. Ақта деген қандай етістік? Қандай етістік? Ақта деген қандай етістік? Қандай ақ, ал ақта етістік болып кетті, иә? Ақта деген сөздің мағынасы жалпы бала. Мына қабырғаны не істейміз? Ақта әктеу ғой, солай ма? Әкте деген сөз ғой, соны ақта депке біз не істейді екенбіз бала? Айдады екенбіз. Ағаштың түбін ақтады, қабырғаны ақтады деп әктеді деген сөз екен. Түсті ма? Жақсы. Енді бұл жерде бәріміз ребусты шештік, бір ұпай алды. Ал дәлелдеген Ернар тағы да бір ұпайды алады. Ернар өзіне бір ұпай алады. Сіздер бір ұпай аласыздар. Ернар екі ұпай алады. Түсті ма? Жақсы бала. Енді соңғы бізде қандай тапсырма қалды? Қабағымыздың бетінде асық тап деген ойын. Балалар біздер асық
қазақты білеміз, иә? Ол қазақтың бізде ұлттық ойындар, асыл ойыны қазақтың ұлттық ойындарын біледі. Біз әр уақытта осы ұлттық ойындарымызды бойымызға сіңіріп, ұлттық құндылығымызды не істеуіміз керек екен бала? Арттырып жүруіміз керек екен. Ұлттық ойындарымызды еш уақытта ұмытпауымыз қажет екен. Себебі бұл біздің кейінгі ұрпаққа керек қазақ екенімізді білдіретін дәстүріміз. Солай ма? Ойындарымыз енді қазір астығында тап деген ойын, яғни мына жерде біз астығы деп лақтыру арқылы мына жердегі түскен астық бойынша біз сұрақтарға жауап беріп, бүгінгі сабағымызды не істейміз бала? Қорытындылаймыз. Жақсы. Асықпаймыз. Істеп қояйық. Бүйтіп істейміз асықпайды. Қай асықты сонда көк асықты, көк сұраққа, көктің асықты ала ғой, сұраққа жауап береміз. Артында сұрақ бар. Қалсын шығару. Оқы, айт, бар, кел сөздері қандай етістікке жатады? Ал, оқы, айт, бар. Қандай етістікке жатады? Негізгі. Негізгі етістік. Өте жақсы. Раянға бір ұпай. Ого, жасыл асық түсті. Иә. Шықпады ғой, иә? Қазақ балаларына арнап оқу асқан атақты тұлға. Қазақ балаларына арнап оқу асқан атақты тұлға. Кім екен? Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин. Өте жақсы. Қазақтың бас ақыны кім? Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев. Өте жақсы. Жарайсыздар балалар. Шығасың. Келе ғой. Айдын. Айнас келші. Кімі сізден болған етісті қалай атаймыз етістікті? Сізден болған негізгі етістікті Өте жақсы, бір ұпай. Айнас келші. О, басқа. Динаның ұстазы кім? Динаның ұстазы кім дейді? Динаның ұстазы Құрманғазы. Өте жақсы, Құрманғазы. Қыздардан бөліп өтеді. Қыздар сөйлейді. Айтын сен қыздар сөйлейді. Қыздар сөйлейді. Туынды етістік үш мысал келтір. Туынды етістік Туынды етістікке үш мысал келтіре алсын. Ойла, дұрыс. Ақта, шегеле. Өте жақсы, шегеле. Жақсы оқушылар, сонымен бұл сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Сонымен етістік дегеніміз не? Дәмелей? Жақсы, өте жақсы. Етістіктің сұрақтары Ақтөбе? Айдын, етістік сөйлемде қандай қызмет атқарады? Баяндауыш.
Өте жақсы. Зере, негізгі істейміз. Түбір сөзден болған Өте жақсы. Тасбина, туын деп істегенде. Түбірге жиырма қалғаның арқылы жасаған еріксіздер туынды етсіз. Сонымен балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болса, қазір өзіміздің алған қолымыздағы бағалау белшесіндегі ұпайларды есептейміз. Қазір маған айтамыз, мен сіздерге мына жерден ұпайларыңызды қойып беремін. Жақсы, бірінші бай бол. Неше ұпай жинадыңыз? 9. Өте жақсы бай бол. Бүгінгі сабақта 5 алып отыр деген сөз. Келесі бізде Нұрила. Неше ұпай алды? Жарайсың Нұрила. Нұрила бізде 7 ұпай алған екен. Келесі Раян. 9 ұпай жинаған екен, өте жақсы. Келесі бізде Асия жоқ. Жасмина 8 ұпай жинапты. Жасмина, сен неге 8 ұпай жинаққан ойлайсың? Қай жеріне қадейді? Асияға Неге 2 ұпай жетпей қалсаған? Кішкене? туынды етістіктер Шатысып қалдың ба? Жақсы, өте. Келесіде шатыспауға тырысамыз, иә? Айдар, неше ұпай жинады? 9 ұпай жинады, иә? Жарайсың, Айдар. Келесі Қайсар. Жарайсың, Қайсар да 9 ұпай жинапты. Бізде келесі Ақтөбе. 7 ұпай жинаған екен, жақсы. Келесі бізде Әмина Ерланқызы. 7 ұпай жинады. Өте жақсы оқушылар, осылай бағаларымызды күнделікке қазір қоятын боламыз. Енді балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, бүгінгі сабақтың бәрін түсінсек, маған бәрі сабақ түсінікті деп, мына жасыл ағаш үйді үстіндегі жазуды басамыз. Егер де сіздер кішкене сұрақтарыңыз болып түсінбей қалып жатсаңыздар, мына жаспен ұқсап кішкене сұрақтарыңыз болып шатысып жатсаңыздар, сіздер сары ағаш үйдің үстіне басамыз. Ал бүгінгі сабақ тіпті түсініксіз болса, онда қызыл ағаш үйдің үстіне басамыз. Жақсы, бірінші, маған бірінші топтың оқушылары келеді. Кет, Раян, Ажарқын. Сізге сабақ түсінікті болса, бірінші ағаш үй үстін басамыз. Мына жерде. Жазуды басамыз, жазуды. Кетті, келесі. Қайсар, мен айтайсыз? Жоқ. Екінші топ келе береміз әлі. Расыл, мен кім? Инаяқ. Жақсы, тез. Ернар келе ғой. Төртінші топ келеді. Айдын, Дәмел келе ғой. Отыра береді, басқандарыңыз. Келе қалаған төртінші топтың алында. Келе басындағы. Үшінші топ. Келе ғой, сіздер айтатын тобы келе ғой. Бәрі бізге тобына бір мысала. Жақсы, болды па балалар? Жақсы, жарайсыңдар. Ендеше, балалар үй тапсырмасын берейін қазір. Үйге тапсырмаға 23-ші жаттығуды орындап келеміз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.